Бұл ноутбукты бұрын соңды көрмедік, әрине, себебі бұл 2024 жылы шыққан болатын. Дәл қазір алдарыңызда Aorus 16X ноутбугі. Характеристикасына келетін болсақ, Core i7 8 ядролық процессор орнатылған. Сіздің ойындарыңыздың немесе видеомонтаждарыңыздың шешімі. Бұл процессорға заманауи видеокарта салынған, яғни айтқанда RTX 4070. Бұл екеуін қосқанда әлі біраз жыл сізге қызмет ететіні айқын. Экран форматы 16:10-нан тұрады. Ауқымы 2560 пен 1600-ді құрайды. Бұл экран сізге 165 Гц-ті ойындармен рахаттануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Advanced Optimus жүйесі бар және G-Sync жүйесін қолдайды. DDR5-тен тұратын 16 ГБ-тық екі озу орнатылған. Олар сізге 4800 Гц-та жұмыс жасап 32 ГБ озуды береді. Жадысына келетін болсақ, M2 форматындағы 2 SSD орнатылған. Өзіңіз қосу арқылы 2 терабайтқа дейін көтерсеңіз болады. 3 соналық RGB клавиатурасы сізді қуантатын болады. Және де заманауи HDMI, DC, USB 3.2, Type-C 3-ші буыны орнатылған. 7 буынды Wi-Fi адаптері 1 ГБ-қа дейін жұмыс жасайды, ал Bluetooth 5.4 буын. Веб-камера сатып алып қажет емес, себебі бұл ноутбуктың Full HD форматындағы веб-камерасы орнатылған, әрине микрофонымен бірге. Ал ноутбуктың жалпы салмағы бар болғаны 2-3 кг-ды құрайды. Сіз ең қиын ойындарды ұзақ уақыт ойнасаңыз да ноутбук қатты қызбайды, себебі турбобустың арқасында ұзақ уақыт бойы жедел суыту жұмыс жасап тұрады. Осы видеоның описаниясында тұрған сілтемемен өтетін болсаңыздар, онда өзіңізге ұнайтын комплектацияда ноутбукты таңдасаңыз болады. Әрине бірінші вариантта бізде i9 немесе i7 форматында RTX 4070 видеокартасы орнатылған ноутбукты таңдасаңыз болады. Сондай-ақ бізде 4060 орнатылған i9 немесе i7 8 ядро немесе 16 ядроға дейін таңдасаңыз болады. Бізде әрине тек қана процессор мен видеокарта ғана өзгереді, ал қалған характеристикасының барлығы өз орнында қалатын болады. Ноутбуктың толықтай характеристикасымен таныс болдық, ендеше топовый ойындарға кіріп, оларға тест жасап көрейік. Олай болса, дәл қазір біз CS:GO ойынына да кірдік, ал экранның сол жақ үстіне қарайтын болсақ, FPS саны 150-ді көрсетіп тұр. Әрине достар, естеріңізге сала кетейік, біздің бұл RTX видеокартасы мен біздің i7 процессорының арқасында ультра настройкада CS:GO ойынын өте плавно ойнап жатырмыз. Сондай-ақ низкий задержканы қою арқылы бізде задержкалар мүлде болмайды, яғни сіздің айтқан оқтарыңыздың барлығы тіке ұшады. Қазіргі таңда көптеген киберспортсмендер әрине осы низкий, яғни Nvidia рефлексті қолдану арқылы көптеген жақсы нәтижелерге жетуде. Олай болса достар, әрине біздің каналымыздың сүйікті контенті Free Fire ойынына да кірдік. Жай ғана лоббида тұрғанның өзінде 270 FPS санын көрсетіп тұр, ал олай болса дәл қазір тренировкаға кіріп FPS санын қарайық. Тренировкаға кіргеннің өзінде де FPS саны 200-ден кем түспейді, яғни 240-230-дың арасында жүреді. Біз қанша қимылдасақ та, қанша бұлай атсақ та барлық FPS орында, яғни бұл дегеніміз біздің видеокарта мен процессор бұл ноутбукта өте жақсы жұмыс жасап тұр, яғни бұл ойында қиналмай көтереді деген сөз. Ал олай болса кеттік ультиматум режиміндегі каткаға де барайық. Ультиматумға кірдік, FPS-ке назар аударсаңыздар 248-242-ні көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз бұндай ноутбук үшін өте керемет. Бағана видеоның басында айтқандағыдай ұзақ уақыт ойын ойнасақ та біздің ноутбук қызбайды делінген. Яғни дәл қазір біз сіздермен соны тексеретін боламыз. Ал бізде бірінші раундта мінекей біздің қарсылас Дигл алған екен, біз өзіміздің скиллімізбен әрине оны вуконг, бірақ та бізде бұлай қазір өзінің кереметте оттяжкамызды беріп жіберетін боламыз. И бізде әрине хедшот. Соның өзінде де ойын бізге өте керемет әсер беруде. GTA 5 ойынына да кірдік, әрине бүкіл настройканы ультраға қойдық. Одан бөлек ойын әдемі болсын деп қосымша енбей жаздық, яғни осылай ойынның графикын өзгердік. Соның өзінде де біздің ноутбук керемет өзін сезінуде, ешқандай қызбайды. Басында айтқандағыдай әрине турбобустың арқасында біздің ноутбук өз-өзіне жылдам суытуда. Арамызда тек қана геймерлер емес, сондай-ақ ютуберлер де болуы мүмкін. Соның арқасында мінекей қазіргі топовый ютуберлерге керек программа Nvidia Broadcast. Әрине бұл сіздің RTX видеокарталарыңыз болса ғана қолдануға болады. Яғни біздің ноутбукта RTX 4070 болғандықтан біз бұны смело қолдана аламыз. Мысалға қазір мен өзімнің веб-камерамды қосқан болатынмын. Ендеше бұл жақтағы эффекттерді тексеріп көрсек, біздің видеокарта қалай жалпы? Барлығын жақсы, нормально. Ноутбук үшін мынау енді тамаша результат, кішігірім бейт. Мынау уже керемет. Так, мысалға бізді зрительный контактеде осы маған ең ұнайтын нәрсе. Мысалға тұрып қазір мен экранға қарап текст оқып отырмын, бірақ мен как будто яғни веб-камера қарап отқан сияқты көрсетіп тұр ғой мен. Ал бірақ на самом деле мен былай осы экранға қарап отырмын. Ал мынаны қосып жібереміз, былай как будто мен сіздерге қарап отырмын. Базар жоқ. Так, бізде сондай удаление фонаны мен сіздерге көрсеттім. Тіпті замена фон бұның барлығы істеп тұр. Размытие фона. Так, бізде качествоны таңдаймыз, әрине. Базар жоқ. Бәрі
тема. Сондай-ақ достар, дәл қазір мен Adobe Premiere Pro, яғни видеомонтаж программасына кірген болатын. Кез келген бір шаблонын таңдап көрейік. Әрине, мына ноутбук осындай ауыр программаның рендерін неше секундта жасай алады екен. Мысалға, қатты қинамай қойық, әрине кішігірім бір эпизодты алайық, бірді Enter'ді басып рендерға жіберсек, мынаны қараңыздар, қазір біздің 1798 кадрды неше секундта алатынын көретін боламыз. Көз алдарыңызда 1 минуттың ішінде біздің кереметтей монтажды рендер жасап тастады. Олай болса, результатты қарайық. Олай болса достар, мінекей біздің видеода өз мәресіне келіп жетті. Әрине, жыл сайын ноутбуктер бара-бара күшеюде, ал бүгінгі маған келген Aorus 16X ноутбугі ерекше көңілімнен шығып, әрине маған қатты ұнаған болатын. Ал егер сіздерге де ұнаған болса, онда міндетті түрде осы видеоға лайк басып, астына түсіп комментарий жазып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ осы ноутбукты толығырақ осы видеоның описаниясына тұрған сілтемемен өту арқылы қарап танысып кетсеңіздер болады. Всем пока, чау.